Асфала сафилин деген тозақтың түбі дейді. Аллах адамды әдемі жаратқан еді, көркем жаратқан еді, ақыл берген еді Алланы танысын деп, дін берген еді жәннатқа кірсін деп, пайғамбар жіберген еді көркем қылықтарды үйренсін деп, бірақ оны ештеңе қабылдамайды да, малдың ісін істейді да, мал түспейтін жерге түсіп кетеді. Адекene innal munafiqina fi darkil asfali nar, munafiqlar тозақтың ең төменгісі дейді. Төменде болады. Тозақтың түбі дейді. Бұл дүниеде Аллах адамды көркем қылып жаратты, көзімен көреді. Ертең олар соқырмақ Аллах төменге түсіп тозаққа түсірмесе. Man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Кім мына дүниеде соқыр болатын болса, Аллахтың дінінен, пайғамбардың сөзінен, онда ол о дүниеде соқыр болады, Аллахтың дидарын да көре алмайды, жәннатты көре алмайды, соқыр болып тозаққа түседі. Аллах та мына дүниеде сенің басыңды жоғары қойғызып, денеңді көтеріп, екі аяқпен жүргізген еді, ертең Құранда айтылған сияқты, тозақта беттерімен жүргізеді. Біліңіздер қалай? Бір сахаба таңғалып сұрады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ya Allah nemesi қалай олар беттермен жүреді деді, тозақта. Қалай жүреді деді? Пайғамбар айтты: "Авалайсаллази аншахум ала aqdamihim qadra alayhim anshahum ala wujuhihim." Аяқпен жүргізген Аллах Тағаланың бетпен жүргізетініне, құдірет жететініне сенбей тұрсың ба деді. Жыланды да бауырмен жүргізіп қойды, бетімен жүргізеді. Мына бет құрметті деп алсам, шол ғалымдар айтады, Құдайдың өзіңе берген құрметінің қадірін білмесең, қорлықты татасың дейді. Қорлық татасың дейді. Тозақтың түрмесі. Ояқта тіке жүр алмай. Көз деген бұрған. Тәлфах уджухахум нар ва хум фиха калихун. Онда олардың тозақтың оты беттерін қариды, бастары қойдың үйілген басындай болады дейді. Астыңғы терісі ырсиып, маңдайына келіп жыртылып тұрады дейді. Үстіңгі еріне. Астыңғы еріне де кіндігін сабалап тұр дейді, ісіп кеткен күйден. Сықақсы. Беттері қап-қара, көздері көкпеңбек, қарын жарылған, шек салбыраған, жүзімен жүрген ешқайдан кетседі. Төмен. Шайтандармен бірге. Өйткені ол өз табиғатын өзі бұзды.